I don't really care. I'ma be a millionaire like. Жабықтырды рингке шыққан сайын Хамзат Чимаев қарсыласын зерттеп тек жеңіс жолына жету мақсатында ойланады. Әр салмақ лидерлері ақша жаңбырын тілеп жатқанда ол екі салмақ дәрежесінде жалында күресіп жүр. Ол әр хабарландыруда өзін растай алады. Жеңіске жеткен соң микрофонды алып, мысықтың даусында шыңғыратыны бар. Everybody, I come here for everybody, kill everybody, I'm the champ, I'm the king here. Бірақ өзін аш қасқыр санайды. UFC-де 5 жекпе-жек өткізген Борс лақабатымен танымал Чимаев қазірдің өзінде титулға жақын. Шешен викингісінің MMA-дағы жорықтарын еске алатын кез келді. Ол торға кірген қарсыласты сөредей қабылдамайды. Хамзат 1994 жылы Шешенстанда дүниеге келген. Бала кезінен спортпен айналысқан. 2 жасында ол баспалдақтан құлап түсті. Бұл оның еріндегі үстіндегі шырам мен бір жағын сынған мұрнымен айқындап тұрғандай көрінеді. Күрес залының қарсы жағында тұратын Чимаев кілемге алғаш рет 1 жасында шығып, 5 жасынан бастап белсенді түрде жаттыға бастады. Еркін күрестің тамаша базасын дамытқан Жас Борс Ресей чемпионатында жасөспірімдер арасында қола жүлдеге қол жеткізді. 19 жасында Хамзат швециялық туыстарына көшіп келіп фабрикаға жұмысқа орналасты. Қаланың солтүстік жағында тұратын ол әр жолы стилде таза ауысымды қарсыласқа күрестен бірнеше дүркін чемпион атанды. Сонымен қатар Чимаев түнгі клубқа күзетші болып жұмысқа орналасып, жанжалдарды сөзбен шешуге шебер болды. Ақылмен ойланып сөйлеу болашақта UFC-де оған жақсы жағынан көрсетуге септігін тигізетіні сөзсіз еді. Бірде ол Конор Макгрегордың Хосе Альдоны жеңгенін көрді. Ирландиялықтың қаламақысы туралы естіген Борс кәсібін өзгерту уақыты келгенін түсінді. 23 жастағы Хамзат бірден Стокгольмға қоныс аударып, All Stars клубында Александр Густавсон және басқа UFC ардагерлерімен иық тіресе жаттыға бастады. Чимаев 2017 жылдың күзінде алғашқы әуесқой жекпе-жегінде Арыстанның айқайымен шықты. Содан кейін қарсыласын торға итеріп жіберіп, еденге лақтырып жіберді. Қарсыласы дүңгіршектердің дүмпуінен шығып үлгерді, бірақ Хамзат оны міндетті түрде жер жастандырды. Екінші раундтың басында Борс оң жақтан әдемі дыбысты шығатын соққы берді. Содан кейін ол қарсыласын алып ұрып, автобус аялдамасына тоқтағандай тежеу үшін басты. Міне, Гирихандық анасының атымен Хамзат тағы 2 тегін спектакль өткізіп, барлығын мерзімнен бұрын жеңді. Бірақ 2018 жылдың мамыр айындағы профессионалды дебютінде оның тегін әкесінің атымен жариялады. Рагнарок лақабатымен шыққан норвегиялық қарсылас өзі ойлағандай оңай жеңіліске тап боламын деп ойлаған жоқ. Филигранды соққымен нокдаунға дейін. Борс 2 раундта да солтүстік қошқарын еденде аяусыз сақтады. Шыдамды төреші 8-ші минутта ғана араласа алды. Үш айдан кейін Норвегиядан келген орта салмақтағы қайтадан құрбан болды. Алғашқы секундтарда Чимаев аудармамен аяқтады. Содан кейін қарсыласын кенеттен жарып жіберудің әдетті әдісімен әрлеу қимылдарын жасады. Бірақ Борс дағыстандық кісенді қолданды. Ол сөзбе-сөз қарсыласының қолын артқа бұрап, жоғарыдан шыға бастады. 5-ші минутта Хамзаттың тіс қорғанышы шығып, әріптесін бір қолмен ұстап тұрып, ауыздықтағышын реттеп хат айтты. Тек 2 кәсіпқойлық жекпе-жегінде шешен жігіті өз кепілдендірілген маркетингісін көрсетті және таяу шығыс индустриялы Brave атты промоушенге қол қойды. 18 қарашада Чимаев ешқашан жеңілмеген Марко Кисичпен кездесті.
Жартылай орта салмақтағы австриялық спортшы грэпплин атағын иеленді және нағыз кран сияқты кілемге көтерілді. Марко орнынан тұрып қайта құлады. Кисиш әлі берілмек емес. Борс тағы да 2 мәрте құлатты. Шабуылды дамыта отырып Хамзат жұдырықты жұмылдырғандай соққысы қарсыласының басын тесе жаздағанын көріп, төреші тоқтатты. Брейвтің ашылу жекпе-жегінде аш-қасқыр киллер туралы әсер қалдырды. Бірнеше нокдаундар болды. Ал мыңдаған қатыгез сауатты соққылар соғылды. Чимаев қарқынды бола бастады және бір айдан кейін қысқа мерзімге басты оқиғаның куәгері болды. Тәжірибелі орта салмақтағы Сидней Уиллер 8-ден 3-ке дейінгі рекорды бар, прологта осал болған жоқ. Алайда американдық бірден жер бетіне шығып бұршақтай жауған соққысының астына қалып берілуге асықты. Дәл оң жақтағы соққысы Хамзатты ұятқа қалдырмады. Ол лақтыруды сәтті орындап, Уиллер небәрі 35 секундта берілді. Сәуірдің 19 күні кешке Чимаев бәсекелесі Икрам Әліске 8-ден 0-ге дейінгі рекордпен келді. Жауынгерлік самбодан әлем чемпионы кез келген позицияда қауіпті бола алды. Және тор ішінде де қауіпті еді. Қарсыласы зорлық-зомбылықтағы алғашқы секундтардан ақ қозғалысқа түсті. Бірақ Икрам босаңсынғаны дұрыс болмады. Нокдауннан кейін Абдуманов Нурмагамбетовтың шәкірті нокдаунға түсіруге мүмкіндік бермеді. Ойында кері оқ жаудырған Хамзат кері шегінді. Лақтыру соққыларымен жалғастырды. Және ол комментаторлың шыңғырған дауысын естуге мәжбүр болды. Зеңбірек соққысы Әліскерді сәл ғана жерге құлатты. Борс шабуыл шебін өзгертіп, қарсыласын электр желісінен ажыратып жібергенде әп-сәтте найзағай соққысын ойнатты. Қазан айында Чимаев Мзвандила Холонгваға қарсы шықты. Оңтүстік Африкалық жыл нокаутына үміткер норвегиялықты жеңді. Алайда оның шешен шведіне қарсы жолы болмады. Екінші айналымда Чимаев тор бұрышына қамап, оны той алдында кез келген қалыңдықты көтергенде көтеріп алып, бұрышқа апарып төңкере салды. Төңкерілген Холонгва есін жиып жатқанда, Хамзат оны тұншықтырып, қақпанына түсіріп, шыға алмастай етті. Борс оңтүстік Африкалықты еш мүмкіндік жазасын берді және титулы жекпе-жектің жылдамдығын асыға күтті. Тек өршіп тұрған пандемия оны белбеусіз қалдыруы мүмкін еді. Жұмыссыз отырған Чимаев 2020 жылдың 11 маусымда Дана Уайттың алдында өзін көрсетуге мүмкіндік беретін танымал менеджер Али Абдел Азизбен келісімшартқа отырды. Бар болғаны бір айдан кейін Хамзат жау жүрек аралына апта сайын хабарландыру бойынша барып, Brave промоушенінен босатылды. 15 шілдеде UFC жанкүйерлері таң қалыспен ойлануы мүмкін еді. Бірақ Чимаев өз есімін жұрттың есінде қалдыруды білдірді. Қарсыласы орта салмақтағы Джон Филлипс барлық 22 жеңісінің 20-сын техникалық нокаутпен аяқтаған. Дегенмен нағыз айлакер күрес чемпионына қарсы ештеңе жасай алмады. Төменгі қабатта құлап бұрышын тартып алған Хамзат жаттықтырушының айтуы бойынша оны бір раунд бойы сақтап тастады. Филлипс үзіліске үлкен қиындықпен көтерілді. Борс қан иісін сезінді. Екінші сегментте лақтырумен басталды. Сосын құшақ қапсыра орап, Филлипсті тор тесіктерін санауға мәжбүрледі. Жекпе-жек толық 0-мен құлағанын көрсетіп, қатарынан 7-ші мәрте жеткен Чимаев келесі жекпе-жекте тікелей Дана Уайтпен талқылады. If he was not on your radar, if you Talking to Dana White, he came in. Густавсон, ол бір аптадан кейін осында жекпе-жекке шығады. Мен Дана Уайтқа ұрыс болса, маған қарсылас бер, мен оны жеңемін дедім. Уайттың таңғалғаны сонша, ол Хамзаттың тілегін рекордтық 10 күнде орындады. Борс 77 кг шегінде сәтті өтті. Және Майнкрафтта Риск Маккиге қарсы шықты. Бір сәтте дәрменсіз қалған ирландиялық не болғанын түсінбей қалды. Ұрыс бастала салысымен Чимаев төменгі қабатта Маккидің басынан соққылай берді.
next here with some. Қарсыласының басына берген соққысы жеңіс маршындағы барабан соққысындай болды. Жеңіске жету үшін Хамзат 3 минуттан сәл астам уақыт алды. There we go. It's another win for Khamzat Chimaev. Here's a wrecking ball. Бүкіл жекпе-жек бойы Макки бірде-бір соққы жұмсаған жоқ. Барлық екі жекпе-жекте Борс 192 соққы беріп, біреуін ғана өткізіп алды да қалтасын $150,000 қампайтты. UFC-де 2 рет жеңіске жеткен Хамзат чемпиондарға қарағанда газет беттеріне жиі жарқ етті. Скептиктер құлшыныспен көп әңгіме айта бастады. Жауап ретінде қарсыласын сынаған Чимаев виза алып 66 күн ішінде 3-ші жекпе-жекке ақш-қа көшті. Оның қарсыласы Джеральд Мершет болды және де көп жекпе-жек өткізген. Сондай-ақ БЖЖ бойынша қара белбеу иегері. Тәжірибелі американдық шешеннің шынайы деңгейін көрсетуге уәде берді және ол оны орындады. Оң қолмен Борс сылқ еткізген соққысы қарсыласын жеңіс үмітін үзді. Жауынгерлік таймері бар болғаны 17 секундты ғана оқи алды. Алайда болашақ чемпионы Леон Эдвардспен жекпе-жегі пандемияның құрбаны болды. 2021 жылдың 1 наурызында Хамзат ұзаққа созылған науқастан кейін зейнетке шығатынын хабарлады. Расында қазан айына қарай есін жиып тағы да торға шықты. Қытайлық Гунт Глян 77 кило салмақта 11-ші орынға ие болды және әрқашан тартпада әрекет етуді жақтады. Кездесу алдында қытайлық ымырасыз қоян қолтық шайқаста уәде берді. Ал Борс алданған науқасты байлауға мәжбүр болды. Басшылықпен сөйлесу арқылы Элижен бірнеше соққыны жұтып қойды. Арқасын беріп, космостың ауасыз кеңістігіне аттанды. Қарсыласын 4 минутқа жетпей ауыздықтаған Хамзат рейтингте 10-ші орынға көтеріліп, сұхбатта көпшіліктің сұрауын пысықтауды ұмытпады. Everybody, I come here for everybody. Kill everybody. I'm the champ, I'm the king. Оның жекпе-жегін басқа барлық жекпе-жектерге қарағанда 10 есе көп адам тамашалады. Бұл жігіттің ерекше екені сөзсіз. Жекпе-жек арасындағы үзіліс кезінде Борс Джек Хермансонмен супер күрес жекпе-жегін өткізді. Чимаев шабуылда толық жеңіске жетті. Норвегиядан келген көршісімен өткен жолдастық кездесу достықпен аяқталып, бұл хабарландырудан кейін Хамзат мансабын ең маңызды ойынға дайындықты бастады. ...2022 жылдың сәуірінде оған 20 жеңіс 4 жеңіс активімен Гилберт Берн қарсы шықты. Кішкентай қамал лақап атымен танымал, ол жоғарғы рейтингтегі қарсыластарға қауіпті еді. Және Усманның жақтағы жанкүйерлерін шошыта жаздады. Ол Хамзатпен шайқасқа дейін тоғысқан. Гилберт кішкентай ғана ұялшақ бала. Мен оны күшімді көрсет дедім, бірақ ол алмады. Маған ол шайқаста көрсетемін деп жауап берді. Борс одан кейін бразилиялық балуанның сөзін бекер қабылдамады. Бастапқыда Гилберт Чимаевқа көп қиындықты күрес жағынан туғызды. Тікелей соққыдан аман қалды. Сосын ашық алаңқайда ашулы түрде араның инесінде ата бастады. Тіпті Хамзатты ілмектеп те үлгерді. Хамзаттың жай соққысы сол жағынан сынап көрді. Және аяқтауға асықты. Бірақ халық үшін жұмыс істеуге әрекеттенді. Соңында қатты соққыға барды. Бірінші раунд экшенге толы болып көрінсе, екінші раунд нағыз триллерге айналды. Қызған аудитория өлшемдер арасында үнсіз қалып үлгермеді. Шабуылға шыққан Хамзат нокдаун ала жаздады. Чимаев екілік соққы жасады. Сосын дұрыстап лақтырды. Гилберт күлдеде өзіне соққы жіберіп алды. Гонг алдында сәлемдесу бағдарламасының басты сәніне айналды. Екінші раундта екеуі де бір-бірінен оңбай таяқ жеді. Үшінші сегментте Борс абайлап шабуылдады.
Билбер тым көп автокөліктің газын басып моторын тұншықтырғандай желіде манекен құсап тұрды да қалды. Knee from Chimaev. Чимаевтың артықшылығы тұрақты өсе бастады. Still clubbing with that right hand, boy. You gotta watch out when you're swinging. Бразилиялық жаман төбелеске көшті. Oh my. Бір-бірінен таяқ жеген жауынгерлер таяқ жеулерін тоқтатпады. Hamza tagged him. Grueling fight, man. Big right hand by Burns. Shot from Burns. 3 in a row now. Chimaev says Бірақ финал шыңы Хамзатқа қалдырылды. Again. Body kick. Өзін-өзі сақтау сезгіштігін жойған жауынгерлер барлық 3 раундта соқтығыс курсында өткізді. Төрешілер бір ауыздан Чимаевқа берді. Бұл оның 11-ші жеңісі және мансабындағы жалғыз шешімге әкелді. 2022 жылдың 10 қыркүйегінде Хамзат Кевин Холландты қабылдады. Елге танымал болып қалған Хамзат раунд бастала салысымен өзінің үйренішті әдетіне көшті. Бірақ жерге атып ұрған ол қақсырақ құшақтап сол құшағын сағынышты жасыра алмайтын жастар сияқты босатпады. Ұрыс бар жоғы 2 минуттан сәл ғана асты. Жеңілісін мойындаған Кевин қанжығасында 9-шы жеңілісін байлады. Хамзаттың қалтасы 206.000 ақш долларына қампайды. Чимаев жойқын күреседі. Бір соққымен бастарын жұлып алады. Және мақтаныш туралы аңыздарға сәйкес, айнымас агрессиямен оның UFC-дегі бонустарын әр уақытта көруге болады. Бірінші про MMA белбеуін ұтып алуды мақсат етеді. Одан кейін шешен ұнтақтау машинасын бағындыру үшін тағы да қандай шыңдарға шыға алады. Айтпақшы, Хамзат біздің Шахбатпен әлеуметтік желіде жекпе-жекке шығып қойған. Әрине сөзбен. Бірақ та екеуін жекпе-жегін бүкіл ел күтуде. Шахбат 2023 жылдың 16 қыркүйегінде Кевин Гастилуммен кездессе, Хамзат 21 қазанда Пауло Костамен кездеседі. Достар, сіздерден өтініш, тіркелу батырмасын басып жіберсеңіздер, жақсы болар еді. Осы қадам бізге үлкен серпін береді. Алда сіздерді жақсы видеолармен қуантамыз. Кездескенше. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.